күйеуім, как обычно, құрғау келмейді үйге. Шай ішейікші дейді, жаным дейді. Хорошо десем, не әкелейін неге дейді, сосын мен торт деп едім, тәттілер деп едім, тәттілер әкелді. Тоқташы. Қараңыздаршы мен жанымды, красавчигімді. Мен күйеуім красавчик. Енді мен қыздарға жарнамалап жатсың. Қыздарға? Шай қояйын. Дастархан реттеп кішкене. Видишь, шашылып отыр, как обычно. Ничего не меняется в нашем доме. Телефон қарап отырған ғой бағанадан бері. Не әкелген көрейік ал. Ой, мам, аяқ ауыр қыздар көрмесінші, пожалуйста. Ойбай, кәсімде мені боқтап жүрсіздер. Маған қараңыздар, тирамису десем, тирамису бір үшеу ерасыл үшеумізге әкепті. Агалики. Вино заварной, вкусный заварной. Қандай менің күйеуім, да? Бақтым ғой мен. Шүкір Алла. Шешеміз. Сөзінде айтшы баяғыда сторис қайтаса шелдері десін. Сен есінде бақ келдің ғой, Қошақаным. Рахмет. Маған сөйтіп айтып отыр ғой, сторисқа түсіп үлгермей қалдым да. Қошақаным, сен жеш деп айтып отыр маған. Сен есінде бақ келдің. Менің күйеуі осындай, Бүгін бұл жігітке 2 той басқарды. Бір той. Құдалықтап алдық еще. Құдалықтап кеткем ғой, Ерте звондап үлгеріп барды, бірақ шашын укладка жасап үлгермей қалды да. Шашым быт-шытып. Ертең алдыру шашчан. Жаным, красавчигім, шаш өсіп кетсе де әдемі өзі. Түф, не дейді айналайын. Шындай бар ғой. Құдай бере салған ғой осы күйеуді маған. Түннің ортасында өстіп отырып шай ішеміз. Жіберіп жатыр, әңгіме. Өзі айтамыз, екеумізден басқасының бәрі арам болады ғой. Екеуміз ғана жақсымыз қалғанның бәрі арам. Біз біреуді әңгіме айтатын уақыт жоқ деген қалғында отырық. Өзімізге уақыт бөлеміз, иә. Айта беремін. Ляльчикамыз өсіп жатыр, ішім өсіп жатыр, сипалашы деп. Мазасын етемін ғой. Осы көресің ба ляльчикамызды? Конечно. Атын кім деп қоямыз, баламыздың? Шаймыр. Жоқ, неге деймін да? Біз бейшара елдер бар ғой, 9 ай бойы қинап, көтеріп, токсикоз, анау-мынау бәріне өтеміз дағы. Содан кейін папалары елейді. Қарышты мен енем андай, мен қоям анау-мынау деп отқан жоқ. Шүкір Алла деп отырмын. Хотя бы Ерасылдың атын мен қоя алмай едім, енді осы баламның атын өзім қоям ба деген үміт бар енді. Мына жігіт разрешение берсе. Давайте, құрметті оқырмандар, былай істе, қазір сториснасын апарып жасайды. Мен баламыздың атын Осман деп қойғым келеді да. Осман дейтін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның 3 мықты сахабасы болған, оның біреуі Абу Бәкір, екіншісі Осман, үшіншісі Омар. Осы 3 сахабаның ішінде Османы ең бай сахаба болған ғой. Баламыз мықты, бай, қуатты болсын деп есімін Осман деп қойсам деп тұрмын да. Егер апырыш жасап кетеді, сол жерге иә, жоқ деп жазыңыздар. Осман деп қойық па, жоқ па? Иә деген дауыс көп болса, жоқ. Өйтіп емес. Иә деген қандай варианттар бар деген вопрос қоямыз. Иә деген дауыс көп болса деп қоямыз. Осман деген ат вообще ұнап тұрған жоқ маған. Маған современный ат қойғым келеді. Мен Ерасылдың атын мысалы бүйтіп қойғым келген. Даниял, Ратмир, Адил деп сөйтіп қойғым келген. Ратмир, Сатмир дегендерінде, короче, Руслан, Рустам деп қойғым келген негізі Ерасылдың атын. Ондай болмай қалды. Енді осы баламыздың атын бір современный бір ат қойғым келіп тұр дағы. Осман, анау, Шыманау деген ат ұнап тұрған жоқ. Шыманау деп айтпайды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жоқ, мен ол жоқ атты айтып жатырмын мен. Шыман деген ат не? Жаман ат па не? Отыр өсіп ұрысып қалатынымыз бар. Айтпайды. Құдай өзі кешсін енді. Жоқ, маған ол ат ұнап тұрған жоқшы. Осман деген империя болған, Осман империясы. Бұл Осман империясына қою керек қой біз баламыз. Мен империяға, мен баламның қатысы жоқ. Осман империясы деген өте мықты империя болған, және Осман деген мықты сахаба болған. Жалпы Османға қатысты нәрселердің барлығы жақсы дүние. Баланың болашағы атына байланысты болады. Сол үшін баланың есімін дұрыстап қою керек. Ратмир, Сатмир деген не ол? Руслан саған не ол? Қосым, Руслан емес. Қошы қояды ғой сөйтіп. Қазақтың атын қоямыз кәдімгі. Қазақтың атын қоямыз дұрыстап. Мағынасы бар, мәні бар кішкене. Бұл менің ертең ұрпағым жалғастыратын, менің есімімді, менің тегімді арқалап жүретін ер азамат мысалға. Сен әйел адамсың, сенің тегіңді арқаламайды ол. Так что ол еркек ер азаматтың есімі дұрыс болу керек. Ертең әйел адамды қыздап айтқан кезде де Осман деп айтса, мысалға ер азаматтың кәдімгі аты есепті. Ратмир десе тұрған сияқты маған. Рас қой? Бек Сұлтан деген қандай күшті. Мужиктардың есімі Бек Сұлтан, Сұлтан мысалға, Нұр Сұлтан. Екінің бірінің аты сондай қазір. Жоқ, енді мысалы просто мен ондай қойып жатқан жоқпын. Мысалы Осман деген ат сирек, ондай ат көп жоқ. Осман деген түріктерде де қоя алады. Осман жалпы түрік тілді халықтардың бәріне жазатын әдемі ат. Конечно, варианттар қарастырамыз, но главный вариант сол Осман болып тұр. Мен бұл вариантты өзгертуге тырысамын. Барынша.